Қазіргі қазақ прозасындағы неореализм әлеуметтік шындықты бейнелеуде жаңа көркемдік деңгейге көтерілген бағыт ретінде танылады. Бұл ағым өкілдері өмір шындығын бұрынғыдай сырттай суреттеумен шектелмей, оны адам тағдыры, психологиялық күйзеліс, рухани дағдарыс арқылы тереңдетіп көрсетеді. Серік Қирабаев неореализмді қоғамдық болмысты адам жанының сүзгісінен өткізіп бейнелеу деп түсіндіреді. 21 ғасыр прозасындағы бұл бағыт Төлен Әбдік, Мұхтар Мағауин, Дулат Исабеков, Асқар Алтай, Нұрдәулет Ақыш, Қуандық Түменбай сынды қаламгерлердің шығармаларында айқын көрініс табады. Асқар Алтайдың Кентавр, Алтай балладасы әңгімелері мен повестерінде жаһандану дәуіріндегі ұлттық болмыс, өркениет пен табиғат арасындағы қайшылық адам тағдыры арқылы бейнеленеді. Бұл шығармаларда әлеуметтік орта мен кейіпкердің ішкі әлемі өзара тығыз байланыста қарастырылады. 21 ғасыр қазақ әдебиетіндегі постмодернизм көркемдік ойлаудың түбегейлі жаңаруымен байланысты құбылыс. Әдебиеттегі постмодернизм 20 ғасырда белең жайғанымен 80-ші жылдарда бағыт ретінде мойындалды. Бұл бағыт дәстүрлі реалистік баяндауды, авторлық үстем позицияны жоққа шығарып, мәтіннің көп мағыналылығын, ойындық сипатын алдыңғы қатарға қояды. Әдебиеттанушы Айгүл Смақова қазақ әдебиетіндегі постмодернизмді ұлттық дүниетаным мен әлемдік көркемдік тәжірибенің тоғысу нүктесі деп бағалайды. Бұл ағымда жазылған шығармаларда интертекстуалдылық, ирония, пародия, миф пен тарихты жаңаша пайымдау кеңінен қолданылады. Мұхтар Мағауиннің Қыпшақ аруы, Жармақ романдары постмодернистік поэтиканың айқын үлгісі ретінде қарастырылады. Дидар Амантайдың Гүлдер мен кітаптар, Тотықұс түсті көбелек романдары мен әңгімелерінде мәтіндік фрагментарлық, сана ағысы, авторлық ирония басым. Аслан Жақсылықовтың Ант ұрғандардың түстері, Таласбек Әсемқұловтың Бекторының қазынасы, Жүсіпбек Қорғасбектің Жаконданың жанары, өлмейтін құс әңгімелерінде симулякр, оқырманның санасы мен ойын әдістері қолданылған. Бұл шығармаларда оқырман дайын мағына алмайды. Керісінше, мәтінді өзі құрастырып, интерпретация жасауға мәжбүр болады. Экзистенциалдық проза 21 ғасыр қазақ әдебиетінде адам болмысының мәнін, өмірдің мағынасыздығы мен жалғыздық проблемасын философиялық тұрғыда терең қозғайды. Экзистенциализм адам болмысын зерделейтін философиялық және әдеби ағым. Бұл бағыттағы шығармаларда кейіпкер көбіне қоғамнан шеткері, рухани дағдарысқа ұшыраған, өмірлік талдау алдында тұрған тұлға ретінде көрінеді. Қазақ даласынан Қожа Ахмет Яссауидің, Абайдың, Шәкәрімнің шығармаларының болмысты іздеу элементтерін анық көре аламыз. Айгүл Смақова экзистенциалдық прозаның күшеюін қоғамдық құндылықтардың өзгеруімен, жеке адамның рухани еркіндікке шығуымен байланыстырады. Төлен Әбдіктің жоғарыда аталған шығармаларымен қатар, Нұрдәулет Ақыштың Мінәжат, Рухтың адасуы әңгімелерінде, Қуандық Түменбайдың прозасында адам өмірінің өткіншілігі, жалғыздық, ішкі бос кеңістік мәселелері экзистенциалдық тұрғыда көркемделеді. Әлшер Рахаттың Параллель, Махаббатым констант романдарында да экзистенциалистік элементтерді байқай аламыз. Бұл шығармаларда оқиға желісінен гөрі философиялық ой, ішкі монолог, кейіпкердің өзін-өзі тану үдерісі маңызды рөл атқарады. Экзистенциализмнің күрделі концепцияларының бірі жатсыну сияқты философиялық категория. 21 ғасыр қазақ әдебиетіндегі жатсыну мәселесі қазіргі көркем прозаның дүниетанымдық, философиялық және эстетикалық өзегіне айналған күрделі құбылыстардың бірі. Жатсыну ұғымы бұл кезеңде тек әлеуметтік сипаттағы бөгделену ретінде емес, адамның өз болмысынан, ұлттық жадынан,
тарихи уақыттан, рухани құндылықтардан алшақтауы түрінде көрінеді. Асқар Алтайдың түсік әңгімесінде де жатсыну трагедиялық сипатта беріледі. Мұнда адам өмірінің мәні, жауапкершілік, күнә мен кінә мәселелері алдыңғы қатарға шығады. Айгүл Кемелбаеваның прозасы 21 ғасыр қазақ әдебиетіндегі интеллектуалдық және философиялық жатсынудың айқын үлгісі болып табылады. Оның Мұнара шығармасында кейіпкердің ішкі әлемі мен сыртқы уақыт арасындағы алшақтық терең сезіледі. Ғылыми тұрғыдан алғанда 21 ғасыр қазақ прозасындағы жатсыну мәселесін экзистенциализм, постмодернизм, неореализм аясында қарастыру орынды. Зерттеуші Бақытжан Майтанов қазіргі прозадағы кейіпкердің жалғыздығын рухани бағдарсыздықтың көркем көрінісі деп бағалайды. Ал Гүлжахан Орда 21 ғасыр әдебиетіндегі адам бейнесін өтпелі кезеңнің саналық моделі ретінде сипаттайды. Бұл тұжырымдар қазіргі қазақ прозасындағы жатсынудың уақыт пен кеңістікке тәуелді күрделі феномен екенін дәлелдейді. Психологиялық проза 21 ғасырдағы қазақ әдебиетінің ең қарқынды дамыған бағыттарының бірі болып саналады. Психологизм көркем шығармадағы кейіпкерлердің ішкі ой сезімдерінің суреттелуі, қаһарманның ішкі өмір ағыстарын қозғалыста бейнелеу. Психологизмнің суреттеу жолдары мен тәсілдері әртүрлі. Ой сезімдері тікелей сипатталуы мүмкін емес, немесе ым-ишара арқылы детальдармен ашылуы мүмкін. Бұл ағымда адам жанының терең қабаттары, сана мен бейсананың күресі, ішкі драмалар негізгі көркемдік нысанға айналады. Қазіргі қазақ прозасында бұл бағыт Төлен Әбдік, Дулат Исабеков, Қуандық Түменбай, Гүлмира Бекен, Лера Қоныс сынды авторлардың шығармаларында көрініс табады. Лера Қоныстың прозасында әйел болмысы, ішкі жалғыздық, әлеуметтік орта мен жеке сезімнің арасындағы қайшылық психологиялық дәлдікпен бейнеленеді. Бұл шығармаларда ішкі монолог, символ, психологиялық деталь ерекше маңызға ие. Шығармаларында психологиялық прозаның айқын элементтері көрініс табатын жазушы ретінде Аягүл Мантайды да атай аламыз. Филолог аудармалашы Гүлшат Бақытжан Айгүл шығармаларындағы басты ерекшелік ол адам эгосына психоанализ жасайды. Адамның күнделікті басына келетін қарапайым ойларын көрсетеді деген пікір айтады. Аягүл Мантайдың прозасы ең алдымен психологиялық бағытқа жатады. Мұның айқын мысалы оның Бөтен атты әңгімесі. Бұл шығармада оқиға желісінен гөрі кейіпкердің ішкі күйі, өз ортасына сыймай жүрген рухани жалғыздығы алдыңғы қатарға шығады. Жалпы алғанда 21 ғасыр қазақ әдебиетіндегі неореализм, постмодернизм, экзистенциалдық және психологиялық проза бір-бірінен оқшау тұрған құбылыстар емес. Өзара сабақтасып, кейде бір шығарманың бойында қатар жүретін көркемдік жүйелер ретінде дамып отыр. Бұл әдеби ағымдар арқылы қазіргі қазақ әдебиеті мен қоғам, адам, ұлттық болмыс пен жаһандық ойлау, тарихи жад пен қазіргі сана арасындағы күрделі байланыстарды терең әрі көп қырлы түрде бейнелеуге мүмкіндік алады. Осындай көп түрлілік 21 ғасыр қазақ әдебиетінің идеялық, эстетикалық әлеуетін арттырып, оны әлемдік әдеби үдерістің ажырамас бөлігіне айналдырады.